Сүлейменова Назгүлім Дәлуғали-қызы Жалау Мыңбаев атындағы мектеп гимназиясының орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі боламын. Білім беру саласында 4 жылдан бері еңбек етіп келемін. Оқушыларымның табысты, жан-жақты дамыған тұлға болып қалыптасуы мен үшін ең үлкен жетістік. Ұстаз болу бала кезімнен келе жатырған арман. Армандарыма жету жолында мен елордамыз Астана қаласындағы Лев Николаевич Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінде білім алып, оны сәтті тәмамдадым. Евразия ұлттық университетінде мен көп нәрсеге үйреніп, өзімді дамытып, көптеген жетістіктерге қол жеткіздім. Армандарымның арқасында бүгін мен мұғалім деген абыройлы атаққа ие болдым. Сабақтарымды тиімді әрі қызықты өткізу үшін жаңа әдістемелер мен тәсілдерді үнемі қолдануға тырысамын. Мен үшін мұғалім болу жай ғана кәсіп емес. Бұл өмірлік таңдау. Себебі ұстаздық жүрекпен жасалатын еңбек. Әр күн сайын оқушыларыммен кездесіп, олардың жаңа бір нәрсені үйренгені, көздерінен қызығушылық отын көру мен үшін ең үлкен қуаныш. Сабақ өткізу барысында оқушылардың ойлау қабілетін дамытуға, өз пікірін еркін айтуға және шығармашылықпен жұмыс істеуге ерекше мән беремін. Менің басты ұстанымым әр бала қабілетті, тек соны ашып көрсету керек. Бос уақытымда мен сыныбыммен бірге табиғатта серуендеймін. Бұл маған шабыт береді және келесі күнгі сабағымды жаңаша өткізуге көмектеседі. Мен өз ісін сүйетін, шәкірттерінің әр жетістігіне қуана білетін ұстазбын. Қазіргі таңда менің сыныбым ерекше, шығармашыл, ізденімпаз балалардан құралған отбасы секілді. Біздің сыныпта білім мен мейірім қатар жүреді. Әр шәкіртім өзіне тән қабілеті бар тұлға. Бірі өнерлі, бірі спортқа бейім, енді бірі ғылым мен зерттеуге қызығушылық танытады. Шәкірттерімнің жетістігі мен үшін ең үлкен мақтаныш. Олар түрлі пәндік олимпиадаларда, шығармашылық байқауларда, спорттық жарыстарда жүлделі орындарға ие болып, мектебіміздің абыройын асқақтатып жүр. Әрбір жетістік олардың еңбегі мен табандылығының дәлелі. Сынып жетекші ретінде менің басты мақсатым әр оқушының бойындағы қабілетті ашып, өзіне сенім ұялату, болашағына бағыт-бағдар беру. Әр сабақта оқушыларымның ойы ұшқыр, көңілі сергек, жүрегі нұрлы болуын қалаймын. Күн сайын мен шәкірттерімнің жан дүниесін тануға, жүрегіне жол табуға тырысамын. Мен өз шәкірттеріммен бірге үйреніп, бірге қуанып, бірге жетістікке жетемін. Себебі нағыз ұстаз өз оқушыларымен бірге өсетін, бірге шабыттанатын жан. Болашақта шәкірттерімнің үлкен жетістіктерге жетіп, елге пайдасы тиетін тұлға болып өскенін көрсем, менің еңбегімнің нәтижесі сол болмақ.